тазы ит деп қосудың қажеті жоқ. 7 қазынаның бірі тазы. Қазір тоқтап, ағадан бір-екі сұрақ қойын деп тұрмын, тазы туралы не біледі екен? Тазы итті ұстап жүр ғой. Бармысыз аға? Амансыз ба? Мынау 7 қазынаның бірі тазы, е? Е? Тазы туралы бір мәліметтер білесіз бе? Бір бөлісіп бересіз бе? Білсеңіз. Айтайын? Иә, тазы ұстап жүр екенсіз, жаңа сізді көріп қалдым жолдың бойында. Соны арнайы тоқтап көрейін дедім. Қазір онда мен машина қойын. Осы міне 7 қазынаның бірі тазы, е? Бірақ енді тазыны көбісі ит дейді, кейбіреулері тазы ит емес деп жатыр дейді. Сол туралы бір мәліметтер айтып берсеңіздер. Ит емес деген себебі, өйткені біз өз заманымызда көп нәрсе білмейміз ғой. Біздің тарихымыз жашырып қойылған. Тазы далан халықта елдеріне үлкен көмекші. Анды мықты алады. Үйретпей ақ қойса да болады, оның өзінің табиғаты сондай. Бұның аңға деген қасиеттері үлкен мықты. Өйткені қасқырдан қорықпайды, қатты жүгіреді. Бұны ит деп айтуға үлкен қате, өйткені иттер олар, мына жерде иттер көп. Доберман сияқты, боксер сияқты, пинчер сияқты, сондай олар иттер. Өйткені олар қолдан шыққан иттер. Селекционный лабораториямен шыққан иттер. А бұлар 7000 жыл жүрген жануарлар. Ол кезде ешқандай лаборатория жоқ. Ол бұрыннан ата заманнан келетқан жануар. Ол тазы. Қасқырды қалай айтады? Қасқыр, ит деп қоспайды. Түлкіні қалай айтады? Түлкі. Ит түлкі демейді ғой. Дұрыс қой. Оны тура солармен тең. Қасқыр, түлкі, тазы. Болды. Тазы ит деп қосудың қажеті жоқ. Вот менің ойым сондай. Енді біздің дана ата-бабаларымыз жайдан жай тазыны 7 қазынаның біріне қоспаған ғой енді. Солай болып тұр. Қоспаған, өйткені бұл біздің елімізге тәуелсіз өмірді сүру үшін берілген. Еркін жүрек қазақпыз деп бекер аталмағанбыз ғой. Бұл мысалға бір жігітте 2-3 тазы болса, ол өзінің жанұясын бағып, тәуелсіз өмір сүре алатын еді. Вот сондай. Бұл шын тарихта жазылмаған шығар, но мен өзім ойым сондай. Өте қызықты әңгіме. Айтпақшы, аға, атыңыз кім болады? Бектур. Менің есімім Дастан. Әңгімеңізге көп рахмет. Енді сіздер қалай ойлайсыздар? Өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Жолыңыз болсын. Рахмет.